Сәлем оқушылар, қалдарың қалай? Қазір мен сендерге қалдыққа байланысты есептерді шығарып көрсететін боламын. Сонымен бірінші есеп бізде 11 екен. Кейбір ұқсас есептерді өздерің ары қарай шығара аласыңдар деген ойдамын. Сондықтан 11-ші есептен бірден бастап кеттім. 11-ші есеп не дейді? Оқушыларды топтарға бөлген дейді. Әр топқа 2-2-ден немесе 3-3-ден бөлсе, бір оқушы артық қалады дейді. Яғни оқушыларды 2-ден бөліп тастасам, менде бір оқушы артық қалады, яғни 2n қосылған 1 деп жаза аламын. Дәл сондай 3-ке бөліп тастасам да бір оқушы артық қалады. 3n қосылған 1 болады. Енді ол сөйлем мына жерге дейін түсінікті болса, осылай жазып қойдым. Енді әрі қарай оқиық. Топтағы 5-5-тен бөлгенде артық оқушы қалмайды дейді. Яғни 5-ке бөліп тастасам қалдық қалмайды дейді. Яғни 5n қосылған 0 деген сөз ғой. Сондықтан бұны мен жай ғана 5n деп ала салайын. Енді маған үтірден не деп тұр? Барлық оқушы саны кем дегенде нешеу болатынын анықтаңыз дейді. Яғни оқушылардың ең аз дегеніндегі санын табу керек. Сондықтан мына есептердің көбінесе вариантпен есептеген дұрыс. Ең бірінші білесіңдер ме, бізге ең keywords біз қолданатын ол бізде мынау 5n деген ғой. Яғни 5n деген ол значит менде оқушылар саны 5-ке бөліну керек, қалдық қалмау керек. Енді 31-ге қараңдар, 31-ді 5-ке бөлсем қалдық қалып қала ма, әлде қалмай ма? Иә, бұл жерде 1 қалдық қалады. Ал менде айтып тұр да, 5-ке бөлген кезде артық оқушы қалмайды дейді. Яғни 0 қалдық десе, онда 31 мүлде вариант ретінде қарастырмай-ақ қойсақ болады. Жарайды, 55 ол 5-ке бөлінеді, 15-те 5-ке бөлінеді. Бірақ 13-ше 5-ке бөлсем бола ма? Болады, бірақ ол қалдықпен шығып қалады ғой. Сондықтан маған бұл тоже вариант емес. Сондықтан менде вариантта только В деген 55, С деген 15 и Е деген вариант 25 болады. Енді қараңдаршы, маған ең кем дегенде дегендіктен ең кішкентайдан бастап тексерейік. С 15 дейді. 15-ті 2-ге бөлетін болсам, бірінші мынаны тексерем ғой. 15-ті 2-ге бөлетін болсам, 7-тен берем 14 болады. 1 қалдығы қалады. Бірақ 15-ті 3-ке бөлетін болсам, 5-тен берем да 15 болады да, 0 қалдық қалып қалады ғой. Ал маған есептің шартында 1 қалдық қалуы қажет деп айтып тұр. Сондықтан тоже 15 деген вариант жауапқа келмейді, өшіріп тастайық. Енді 15-тен кішкентай 25 пен 55-тің арасында қандай сан кішкентай? Ол бізде 25. 25-ті 2-ке бөлсем, 12-ден берсем 24 болады, сөйтіп 1 қалдығы қалып қалады екен. Дәл сондай сол 25-ті тұрайықта 3-ке бөлейік. Тоже неден берем қазір? 8-ден берем 24 болады, 1 қалдығы қалып қалады. Мына жақтағы 1 қалдық қалады, 1 қалдық қалады деген шартты менің 25 деген саным орындап тұр. Сондықтан менде вариант дұрыс жауабы Е болады екен. Енді негізі есептердің барлығын біз вариантпен шығарғанымыз әлде қайда тиімді және әлде қайда дұрыс. Сондықтан мынау 12 деген есеп, мына жақта бір түсқапты. Марат ойыншықтарын 5, 6, 7-ден топтаса, үнемі бір ойыншық артылып қалады дейді. Яғни 5-ке бөлсем, всегда 1 қалдық қалады, 6-ға бөлсем де всегда 1 қалдық, 7-ге бөлсем де всегда 1 қалдық дейді. Енді соны маған табу қажет екен. Ол қайсы болады? Варианттармен іздеу маған әлде қайда тиімді. Сондықтан бірінші 209-дан бастайық. 209-ды біріншіден 5-ке бөлетін болсам, қазір 1 минут, 209-ды 5-ке бөлетін болсам, менде 41-ден береді. Сонда 205 болады. 209-дан 205 алсам, 4 қалдық қалып қалады ғой. Сонда 12-ге қараңдаршы, маған 1 қалдық қалу қажет еді, бірақ мына жерде 4 қалдық қалып қалды. Сондықтан 209 дегенді мүлде жауапқа алмаймын, себебі менің бірінші санымды ол қанағаттандырып тұрған жоқ. Яғни бірінші санында шарт орындалған жоқ. Сондықтан енді келесі санды қарайық. 211. Оны 5-ке бөліп көрейікші. 211-ді 5-ке бөлсе, қазір менде 42-ден берем. Ол менде 210 болады. И 211-ден 210-ды алып тастасам, 1 қалдық қалады. Мына кезде 211 орындалып тұр. Дәл сонда 211-ді енді 6-ға бөліп көрейік. 211-ді 6-ға бөлсем, қазір менде 35 болады. 35-ті де 6-ға көбейтсем, қазір менде 210 деген сан шығады. 211-ден 210-ды алып тастасам, 1 қалдық қалады. Бұл екінші тұрған санды да орындап тұр. 211-ді 7-ге бөліп тастасам, менде қазір 30-дан береді екен. Ол 210 шығады, 211-ден 210 алып тастасам, тағы да 1 қалдық қалады. Яғни мынада да 1 қалдық, екіншісінде де 1 қалдық, үшіншісінде де 1 қалдық. Сонымен мынаның үшеуі де жауапқа келіп тұр. Сондықтан менің жауабым қазір В деген вариант болады. Мына сандар тексеріп көрсеңдер де болады. Бұл сандардың ешқайсында қазір мына үшеуінде шарты орындалатындай болмайды. Сондықтан вариант В 211 деген дұрыс болады екен. Енді әрі қарай 13-ші есепке қараңдар. 13-ші есептің берілгенде не деп тұр? Ұзақ көрінгенмен негізі оңай. 2-ке бөлген кезде 1 қалдық дейді.
бірақ 3-ке бөлген кезде 2 қалдық дейді. 4-ке бөлген кезде 3 қалдық дейді. 5-ке бөлген кезде не дейді? 4 қалдық дейді. 6-ға бөлген кезде 5 қалдық дейді. Бірақ 7-ге бөлген кезде неше болу керек дейді? Қалдықсыз дейді. Яғни қалдығы 0-ге тең болады екен. Ол есептерді тоже біз вариантпен есептейді екенбіз. Например, 17 деген санды алып көрейік. 117-ні 2-ге бөліп тастасам, менде қазір болады екен 58-ден берсем 116 болады. Бір қалдық қалады ма? Я, бір қалдық қалады. Жауап орындалып тұр. Бірақ 117-ні 3-ке бөліп көрейікші. 117-ні 3-ке бөлсем, қазір мен 39-дан берем. 39-дан берсем, менде білесіңдер ме, 117-нің өзі болады да, қалдығы 0 болып қалды. Бірақ менде қалдық не болу керек деп шартында айтып тұр, 2 болу керек деді. Сондықтан мынау екінші санға сәйкес шарт орындалмағандықтан бұл кезде менде жауап мүлде 117 деген вариант қарастырмаймын. Әр қартай ең кіші натурал сан дегендіктен негізі ең кішкентай саннан бастағанымыз дұрыс еді, бірақ мен біріншіден д-дан бастап кеттім. Мысалы, е деген санды тексеріп көрейік. 119 ше. 119-ды қазір мен 2-ге бөлсем, 119-ды 2-ге бөлсем, менде 59 болады. 118, 119-дан 118 алсам, бір қалдық қалады. Я, мына шартты менде орындап тұр. Енді 119-ды тұрайықта 3-ке бөліп көрейік. 119-ды 3-ке бөлсеңдер, тоже сендерде 39-дан беремін, және 39-ды 3-ке көбейтсем, қазір менде 117 болады. 2 қалдық қалып қалады екен. Окей, мына шартты да орындап тұр. Дәл сондай 119-ды енді 4-ке бөліп көрейік. Неге 4n деп тұрғандықтан қазір 3 қалдық қала ма, жоқ па? Соны тексеріп көрейік. 4-ке бөлсем, қазір менде 29-дан беремін, және 29-дан берсем, менде 116 болады. 3 қалдығы қалады екен. Сонымен, окей, мынау шартта орындалып тұр. 5n қосылған 4-ше. 119-ды енді 5-ке бөліп тастайын. 5-ке бөліп тастасам, қазір менде 23-тен берем, сол кезде 115 болады, және 4 қалдық қалып қалады. 4 қалдық қалды ма? Я, сондықтан мынау да вариант. Енді 119-ды 6-ға бөліп тастасам, қазір менде 19-дан берем, және менде қалдық 19 көбейтілген 6, 114, 119-дан 114 алсам, 5 қалдығы қалып қалады. Яғни мына орындалып тұр. Сонымен жауабы дұрыс. Енді 119-ды 7-ге бөліп көрейікші. Қалдықсыз бөлінеді екен. 119-ды 7-ге бөлсеңдер 17, яғни 17-тен берем, 119-ның өзі шығады, қалдығы 0-ге тең. Яғни менің 1, 2, 3, 4, 5, 6 осы санымның да жауабын, шартын орындап тұрған сан менде 119 болады екен. Яғни мына есептерді барлығын жауапты тексеру арқылы, яғни жауаппен шығару өте дұрыс шешім. Сондықтан мен варианттары арқылы есептеп отырдым. Енді қазір 14-ші есеп шығарып көрейік мысалы. 14-ші есепте не деп тұр? Дәл жаңағы 11-ші есепке ұқсас болды. 3 сыныптың оқушылары саяхатқа шықпақ болып сапқа тұрды. Оларды сапқа 2-ден тұрғызғанда бір оқушы артылып қалды дейді. Яғни 2n қосылған 1 болды. 3-тен тұрғызып еді, тоже не істейді? Бір оқушы дейді, 4-тен тұрғызып еді, тағы да бір оқушы дейді. Бірақ барлығын сапқа 5-5-тен тұрғызған кезде оқушы артылмаса, яғни 5n қосылған 0, яғни просто 5n деп жазсам болады. Енді оқушылар қанша еді дейді. Біріншіден 5n дегенге қарасақ, бірақ жауаптың барлығында сандар онсыз да 5-ке қалдықсыз бөлінетін сандар. Себебі 5-пен, 0-мен, 5-пен, 0-мен, 5-пен аяқталып тұрғандықтан түсінікті. Енді оқушылар санын табу үшін давайте енді 15-тен бастайын. 15-ті 2-ге бөлетін болсам, қазір 7-тен берем, 14, значит, бір қалдық қалады. Окей, ол дұрыс. Бірақ 15-ті 3-ке бөлетін болсам, ол менде нешеге тең екен? 5-тен берем, 15 болады. Қалдық саны 0-ға тең. Бірақ менде қалдық 1-ге тең болғандықтан, мына жақта 0 деген ол яғни келмейді. Сондықтан 15 деген вариантқа жатпайды. 20 ше. Мысалы 20-ны 2-ге бөлсем, қазір 10-нан берем де 20-ның өзі болады. Сөйтіп қалдығы тоже 0-ға тең. Ал менде қалдық 1-ге тең болу керек қой. Сондықтан 20-ны да жауапқа алмаймыз. Ал 25 ше. 25-ті 2-ге бөлетін болсам, қазір мен 12-ден берсем 24, 25-тен 24-ті алып тастасам, бір қалдық қалып қалады. Сондықтан мынау менде жауапқа кішкене жақын келіп тұр, бірінші мынаны орындап тұр. Ал 25-ті 3-ке бөлсем, тоже 8-ден берем 24, және бір қалдық қалып қалады. Мына нәрсені орындап тұр. Бір қалдық қалады дегенде. 25-ті 4-ке бөлсем, қазір менде 6-дан берем 24 болады. И 25-тен 24-ті алсам, бір қалдық қалып қалады. Яғни 4n қосылған 1 орындалып тұр. Және ең соңғы 5n деген, яғни 5-ке бөлінеді деген шарт
тоже орындалып тұр. 25-ті 5-ке бөлсем 5-тен беремін да, 25-тің өзі қалдық 0-ге тең. Сондықтан төртеуінде шартын орындап тұрғандықтан менде вариант С деген вариант болады екен. 8-ші есепке қарай қойыңдар. Бұл жақта гүл шоқтарының әрқайсында 3 гүлден немесе 5 гүлден 7 гүлден даярласа, барлық жағдайда 2 гүл артық қалады дейді. Яғни 3n қосылған 2, яғни 3-ке бөлсем 2 қалып қалады дейді. 5n қосылған 2, 7n қосылған 2. Енді әр қартай гүл сатушы кем дегенде неше гүл әкелген дейді. Кем дегенде дегенді ескеретін болсақ, яғни ең аз сан болу керек қой. Сондықтан 23-тен бастап тексерекші. 23 деген санды қазір мен бөліп тастасам 3-ке, біріншіден 6-дан берем 18 болады. Бұл жерде 2 қалдық, точно қалмайды. Сондықтан бірінші 23-ті мүлде сызып тастайын. 37, например, 37-ге қарасаңдар, оны 3-ке бөлсем, 37-ні 3-ке бөлсек, қазір мен 12-ден берем да 36 болып кетеді. Және 1 қалдық қалып қалады. Ал менде 2 қалдық қалу қажет еді. Сондықтан Д деген вариантта жауап болмайды. Ал 93-ті 3-ке бөлсем, ол менде мүлде қалдық жоқ болады. Себебі 31-ден берсем 93, 93-тен 93-ті алсам 0 қалып қалады. Яғни менде вообще 2 қалу керек еді. Сондықтан 93-те жауап емес. 105-ше, 105-ті 3-ке берсем, то же самое қазір менде қалдықсыз шығады. Яғни 35-тен берсем 105-тің өзі болады. 105-тен 105-ті алып тастасам 0-ға тең. Сондықтан 105 деген тоже не емес, вариант емес. Сонда енді қалған вариант 107 ғой. Сонымен жауапты 107 деп белгілей салсам болады. Немесе тексеріп көрсеңдер болады. 107-ні 3-ке берсеңдер 2 қалдық қалады. 107-ні 5-ке бөлсеңдер 105 болады, 2 қалдық қалады. 107-ні 7-ге бөлсеңдер тоже 105 болады, 2 қалдығы қалып қалады екен. Менің ойымша бұл есептер түсінікті. Енді соңғы бір 4 есепке қарайық. Сонымен біздің бұл видео сабағымызда аяқталады. 20-ші есепке қараңдар. Бұл жақта П деген сан бар дейді. Мына жақтағы жұлдызшалар қазір сендерге көбейтуді білдіріп тұр. 11 көбейтілген n дейді. n-нің орнына оң бүтін сандар дейді. Оң бүтін сандар деген 1, 2, 3 деген сандар ғой, оң сандар. Ең оңайы 1 деген санды n-нің орнына қойып есептеу. Сондықтан 8, 9, 11 және 1, 11 көбейтілген 72 бізде 792-ні береді екен. Яғни менде П деген саным 792-ке тең болып қалды. Мына жерде түсінікті. Енді А деген бағанға қараңдар. 792-ні 6-ға бөлсек неше қалдық қалады, соны есептеу керек. 132-ден берсем 792-нің өзі болады екен. Ал қалдық 0-ге тең. В деген вариантқа қараңдар. А деген жағы ғой. В деген бағанға вариант деп ғой. 792-ні тоже неге бөлесіңдер? 11-ге бөлесіңдер. 792-ні 11-ге бөлсеңдер, тоже сендер 72-ден бересіңдер, және 792-нің өзі шығады. Сонымен қалдық тағы да 0-ге тең. Ал 0, сонда А мен Б бағаны бір-біріне тең болып тұр ғой. Ол вариант қайсы? Ол Е деген вариант болады екен. Тоже изи есептер, өте оңай. 21-ге қарайық. Мысалға А, Б, С деген сандар бар дейді да. А, Б, С деген сандар бар. Сәйкесінше дейді. Сәйкесінше деген типа 0, 5-ке бөлгенде 0 қалдық деген ол А деген сан дейді. Яғни 5n қосылған 0 деген. Ал 5-ке бөлгендегі 1 қалдық қалса, ол Б деген сан дейді. Яғни 5n қосылған 1. С деген сан ше, ол 5n қосылған 2. Енді ойланасыңдар ғой, n-нің орнына 1 қойып тастайын, бәріне 1 деп берейін. Сонда А-ның орнына қазір менде 5 деген сан шығады. Б-ның орнына 6, С-ның орнына 7. Дұрыс қой, себебі 5-те 5-ке бөлсем 0 қалдық қалады. Ал 6-ны 5-ке бөлсем 1 қалдық қалады. 7-ні 5-ке бөлсем 2 қалдық қалады. Сондықтан осылай 5, 6, 7. Немесе n-нің орнына 2-ні қойып, мысалы сендер 10, мына жерге n-нің орнына 2-ні қойсаңдар 11 болады, n-нің орнына 2-ні қойсаңдар 12 болады. Солай осы сандарды алсаңдар да қазір жауап бірдей болады. Маған не айтып тұр? А қосылған Б қосылған С-ны 5-ке бөлгенде неше қалдық дейді. Енді осыны есептейікші. 5, 6, 7. Оның барлығын қоссақ, қазір менде болады сендерде 18 деген жауап. Енді 18-ді 5-ке бөлсек, 3-тен берем 15 болады. 18-ден 15-ді алып тастасам, 3 қалдық қалады екен. Яғни жауабы Д деген вариант болады. Енді 22-ші есепке қараңдар. Менің ойымша көбілерің бұл есепті көрдіңдер, бір жерден. Енді 22-ші есепке қараңдар. Бұл жерде 36 үлкен m-нан дейді, бірақ 71-ден кіші дейді. Яғни m деген санымыз бізде 36-дан үлкен,
бірақ 71-ден кіші дейді. Координаталық жазықтықта сонда 36 деген сан тұрса, мына жерде 71 деген сан тұрса, осылардың арасында м деген сан бар. Бірақ маған нені сұрап тұр? 6-ға еселі сандар дейді. Еселі деген не ол? 6-ға 1-ді көбейтсем 6, 6-ға 2-ні көбейтсем 12 болады, 18 болады, 24, 30, 36. Еселіктерін жазып алайын алдымен, түсініктірек болу үшін. 42, 48, 54, 60, 66, 72, әр қартай сандарға көбейтсем шыға береді бұл сандардың барлығы. Қойыңдар, мына жақта 36 мен 71-дің арасында қандай сандар жатыр? 36-дан үлкен 42 деген сан бар, 48 деген сан бар, 54, 60 және 66 деген сан бар. Осындай 5 сан жатыр екен, дұрыс қой. Сонымен жауабы менде 5 қана сан болады. Неге 36 жауапқа кірмейді? Себебі бізде мына жақта таңбаның өзінде ешқандай теңдік деген белгі жоқ. Яғни 36-дан үлкен, бірақ неден кіші дейді, 71-ден кіші десе, 36 жауапқа кірмейді, 71-де жауапқа кірмейді. Ал егер 36 и теңнің астында осындай белгі тұрса, яғни қатаң емес деген осындай белгі тұрса, онда сендер 36 және 71-ді жауапқа кіргізетін едіңдер. Ол кезде бізде білесіңдер, мына 36 тоже жауапқа кіреді, 1 сан, 2 сан, 3 сан, 4 сан, 5 сан, 6 сан деп жауапқа 6 деп белгілейтін едік. Қашан? Егер таңба менде осындай астында теңдігі болса. Бұл жағдайда бізде есептің берілгенде теңдік болмағандықтан мен оны не деп жазамын? 36-ны жауапқа алмаймын. Сондықтан 42, 48, 54, 60, 66 деген 5 деген ғана сан бар. Есепке қарайық. 22-ші есеп. 23-ші есеп. Бұл есепті не істеймін? Айжан алма бақтан достарына 14-тен артық дейді. Яғни 14-тен үлкен м деген сан, бірақ 18-ден кем алма теріп алды. Енді қараңдар, 14-тен артық 18-ден кем. Ортасында қандай сандар бар? 15 бар, 16 бар және 17 бар. 18 өзі кірмейді. Неге? Себебі оның таңбасы осындай емес. 14-те кірмейді, таңбасы осындай болмағандықтан. 15, 16, 17. Енді қараңдар, әр досына 2 алмадан берді дейді. 15-те 2-ге бөлсем, қалдық қалып қалады да. Неге 7-тен берсем 14 болады, бір қалдығы қалып қалады. Сондықтан бұл менде жауап емес. Себебі 2 алмадан бердім, просто қалдықсыз қалу керек қой. Ол менде тек 16, себебі 16-ны 2-ге бөлсем 8 болады және қалдығы 0-ге тең екендігін менің ойымша барлығымыз білеміз. Сондықтан түсінікті, что оның 8 досы бар, себебі 16 алманы 2-2-ден берген кезде 8 досы алады да, сонымен жауабы менде Д деген вариант болады.